Жанабаева Жанар Аманғалиқызы. Мен Ақтөбе облысындағы Батыс Қазақстан медицина академиясының 2004 жылғы түлегімін. 2 жыл резидентураны со Батыс Қазақстан медицина академиясында емдеу ісі мамандығы бойынша аяқтадым. Еңбек жолымды осы Қызылқоға аудандық ауруханасында терапевт мамандығы бойынша бастадым. 2007 жылы кардиология мамандығы бойынша 4 айлық курстан өттім. 2007 жылдан бері осы күнге дейін кардиолог дәрігері болып жұмыс жасап жатырмын. Қазір соңғы кезде пандемияға байланысты аурушаңдық жиіледі қазір. Жыл сайын миокард инфарктісі, артериалды гипертензия және екіншілік кардиомиопатия аурулары көбеюде. Енді қазір бізде кардиология бойынша соңғы осы 1 жылдан бері созылмалы жүрек жетіспеушілігі кабинеті және липидология кабинеті ашылды. Қосымша кардиологияға қосымша осы кабинеттер жұмыс жасауда. Енді созылмалы жүрек жетіспеушілігі ауруы осы соңғы уақытта өте жиі кездеседі. Қабылдауда қазір 10 адам болса, оның 4-5-еуі созылмалы жүрек жетіспеушілігі анықталып жатады. Енді осы аурулардың алдын алу үшін липидология кабинеті ашылды. Липидология бұл қандағы липид алмасу бұзылуын ерте анықтап, осы миокард инфарктісінің, инсульттің, аяқ тамырлар тромбозының алдын алу үшін жасалып жатыр. Кішкене салмағын түсірдеп, не жасап жатыр? Шегеріп жатыр. Көп жылдардан бері учетта. Бірақ бұл кісінің бір несі, қуанатыным дәрілерін тұрақты үзбей ішеді. Жұмысымда қиын кездесетін жағдай ол жедел миокард. Қазіргі протокол бойынша жедел миокард инфарктісі қойылса, біздер тамырын коронарография арқылы тексеру үшін Атырау облыстық кардиология орталығына жеткізуіміз керек. Біздер 6-12 сағаттың ішінде. Бізде ондай мүмкіндік жоқ. Біздер көбіне тікұшақ арқылы шақырамыз, медавиация шақырамыз. Кей кезде ауа райының қолайсыздығына байланысты жеткізілмей осы жергілікті жерде емделеді.